құрметті Қайрат Қалмұхамедұлы, ағымдағы жылы біз Сингапур Республикасымен инвестициялар және қызметтердің еркін саудасы туралы келісімді ратификацияладық. Осы еркін сауда келісімінің ерекшелігі неде екенін түсіндіріңізші, және ол біздің бизнеске не береді? Отандық өндірушілер үшін қандай мүмкіндіктер ашылады? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді біз дұрыс айтасыз, бір емес үш келісімді ратификациялап жатырмыз. Біріншісін осы қызметтер жөнінде және инвестициялар жөнінде шілдеде, осы жылдың шілдесінде ратификацияладық. Енді негіздемелік және тауарлар жөнінде еркін сауда келісімдерін ратификациялап жатырмыз. Айтып кеткендей, осы 88 қазақстандық барлық тауарларына 88%-ында баждар Сингапурда нөлге түседі. Енді бізге сезімді тауарларға ғана біз бажды қалдырып жатырмыз. Осы Сингапур нарығы өте үлкен. Ол үлкен нарық болып табылады. Тек қана Сингапурға емес, басқа мемлекеттерге біз тауарларды шығаруды көздеп жатырмыз. Сондықтан осы келісімге біз қол қойдық және ратификациялап жатырмыз.